Баршаңызға сәлем, менің есімім Жанар. Әр үйдің дастарханында кездесетін, балаларға ұнайтын, үлкендерге ұнайтын, шай ішкенде нәзік, дәмді, үлпілдек, жұмсақ торт, ол медовик торты. Бүгін мен сіздерге өзімнің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдын ала керек азық-түліктің бәрін дайындап алдым. Ыдысыма жұмыртқамды, майымды, қантымды, балымды салып араластырып, одан кейін 2 кішкентай ас қасық ас содасын салып араластырамын. Араластырып болғаннан кейін газға қойып, майы, қанты ерігенше тоқтамай осылай араластырамын. Кішкене көпіршіктенгенде астындағы газымызды сөндіріп қоямыз. Одан кейін дайын тұрған ұнымызды електен өткізіліп, өлшеніп тұрған ұнымызды осылай салып араластырамыз. Араластырып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Басын біріктіріп, осылайша қолымызға жабыспау қажет. Ұнды сеуіп, илеп дайындап аламыз. Ұнды кішкене сеуіп, өздеріңіздің ұнатқан бөлшектеріңізге бөлсеңіздер болады. Мен 9 бөлшекке бөлемін. Тарелкама ұнымды сеуіп, осылай дөңгелектеп, бәрін дайындап, бетін пакет жауып, холодильникке 40 минутқа қойып қоямын. Мінекей қамырымызды пергамент қағазын төсеп, бірінен соң бірін осылай жақсылап, жұқалап, жайып аламыз. Жабыспас үшін ұн себеміз, жан-жағында қамырларды тастамаймыз. Олар бізге қажет болады. Осылайша барлық қамырымызды ұнды себеле пергамент қағаздың үстіне жайып алып дайындап қоямыз. Қамырларымыз жайылып дайын болғаннан кейін духовкамызға саламыз. 180 градус 5-6 минутта әр қайсысын осылайша пісіріп аламыз. Жан-жағындағы піскен қамырларымызды осылай блендерға салып, ұнтақтап алып, дайындап қоямыз. Ол бізге тортымыздың бетіне себуге қажет болады. Мінекей қамырларымыз пісіп дайын болды. Енді біз креміне кірісеміз. Кремге сгущенка мен сары май қажет болады. Бір-біріне сгущенканы майдың үстіне құйып араластырып, миксерменен біркелкі етіп, бәрін жақсылап араластырып, кремін дайындап аламыз. Дайын болған кремді тортымызға жағып, осылайша бәрін жинаймыз. Әрқайсының арасына қалыңдау қылып жағамыз. Ол қамырымыз өзіне кремін сіңіріп алады. Содан кейін тортымыз жұмсақ болып шығады. Бәрінен біркелкі етіп жағып аламыз. Тортымыз дайын болғанда бетіне ұнтақталған ұнтағымызды біркелкі етіп, жан-жағының бәріне әдемі қылып осылай сеуіп шығамыз. Дайын болған тортымызды холодильникке тағы да 40 минутқа қойып қоямыз. Мінекей осылайша біздің үлпілдек әдемі, нәзік, жұмсақ, дәмді тортымыз дайын болды. Әдемі шықты, өте дәмді, дәмі ауызда ерейтіндей керемет шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментария қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, барлықтарыңызға ас болсын.